Hey барлығын сәлеметсіздер, сәлем Сампо. Бүгінгі видеода мен Майнкрафт выживаниямның жетінші емес, 5-ші бөлімін жалғастыратын боламын. Иә, 5-ші бөлім. Мен 7 деп не қойып отырмын. Иә, үшін біз бүгін Майнкрафт выживаниямның 5-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Ал сендер арнаға тіркеліп лайк жинапсаңдар, ал біз ендеше бүгінгі серияда не істейміз? Так, бүгінгі серияда біз егін егетін боламыз. Иә, сендер алдыңғы бөлімде айтып кеткен болатынсыңдар, егін ек, осы сияқты. В общем, пшеницалар ек, егін ек деп. Иә, в общем, бізге қазір енді егін егу үшін мына аяқтың барлығын тазалау керек қой. Иә, давайте мына жерден бастап тазалайық. И жеге сендер, в общем, мен алдыңғы бөлімде айтқан болатынмын, 40 лайк жинап тастасаңдар, мен уже 5-ші бөлім түсіремін деп. Ё-моё, мен сразу бір күннен кейін түсіре алмадым ол 5-ші бөлімін. Мен қолым босамады енді бір күннен кейін сразу. Бірақ та мен қазір бір жарым күнде енді түсіріп отырмын. Енді сол 40 лайк жинады ғой деп. Даже сендер қазір 50 лайктан асып кетті, анау 59 лайк па болған шығар. Сендер жарты күнде 30 лайк жинап тастағансыңдар. И одан кейін бір күн болмай атып 40 лайкқа жеткізіп тастағансыңдар ғой. Ё-моё. Не деген сұмдық бұл? Жарты күнде 40 лайкқа жеткізіп тастағансыңдар. Так, мен қазір енді азанмен түсіріп отырмын. Тесе салып тастайын деп 5-ші бөлімді салып қоймай жатсыңдар қазір. Я, енді жеге сендер енді осы бөлімге қанша лайк? Сендерге шағандай 30-40 дейтін лайк болмайды екен. Сендер сразу 50 лайк жинапсаңдар, и мен одан кейін 6-ші бөлім түсіретін боламын, иә. Давайте мына ағаштарды да жинап тастайық. Иә, сендер сразу 50 лайк жинапсаңдар, ал мен болсам сразу 6-ші бөлімді түсіремін. Иә, мен келесі бөлімде уже не істерім білмеймін. Ё-моё, бәлкім шахтаға барармыз, алмаста бармыз, алмаста порталға барармыз, бәлкім. Істейтін зат көп қой енді. Так, давай. Походу осы жерден қайтқанымыз дұрыс-ау деймін. Осы жер нормально егін егуге бізге. Мен еще бүгін ферма жасағым да келіп тұр. Иә, еще ферма жасағым келіп тұр ол жаққа. Так, давай. Так, болды. Осы жер әдемі. Енді бізге мынау пшеницалар керек. Енді мынандай жасау керек. Так. Мынаны аламыз да. Менде мыналардың күштері бітіп жатыр. Сразу давайте нормально қылып алайық. Так. Енді бізге палка жасаймыз да. И мындай жасау керек. Так, менде мыналардың күші бітіп жатыр. Давайте сразу жасап тастайықшы мыналарды. А то қазір үйге келіп оны жасап қазір өйтіп керек емес. Менде железный кирка бар екен ғой. Ё-моё, неғып жасап алдым мен. Так, менде тоқта ведро воды керек. Ведро керек. Воды жоқ, ведро керек. Так, суымызды алып алдық. Так, енді давайте сразу бесконечный жасап аламыз ана жерге. Так, жақсы ана ауылда бар ғой. Так, ендеше біз мына ауылдың пшеницаларын өзімізге керекті заттарын тонаймыз. Так, сәбіздерімді беріңдер маған, мен алдымда сендерден тонамай кеткем. Шошқап кетейік. Кет. Өптігідік жағаласып тұраңыз. Так, мыналар маған керек па? Бұлар маған керек емес қой. Так, мандар картошкаларын егіп кетейін. Так, маған мыналар керек. Осыларды жинап алайық. Так, пшеницалар керек бізге. Так, сәбіз керек. Ё-моё, біздің ферма уже жақсы болып баратқан сияқты ғой. Давайте осы жақта ферма аласылайық. Үсті. Так, бізге картошкалар керек емес. Бұған да керек, бірақ та ондай бір қатты керек емес. Так, давайте картошкаларын жинап екпетейік наяға. Жетелдердің картошкалары ғой бұл. Жетелдерге картошкалар беріп кетейін.
Давай. Болды, қалған картошка енді менікі. Так, мен қазір тамақ жеп алайын. Шошқалар неғып бір жағаласып қалдыңдар. Құрыңдар. Так, ана жерде тағы да бір огородтар бар ғой. Ё-моё. Давайте теріп сразу екпейте салайын соларды да. Ай, қараңдаршы, не деген байсыңдар сендер, жетелдер. Сонша көп огородтарым бар, еще көптеріне тығып отырсыңдар ғой. Жаман көп қой мынау. Ё-моё, сендер жемейтіндер шығасыңдар мынаны, я. Дайте жақсы екпейдекші, сендерден қоректерінді алып атырып қой. По-любому мен аламын ғой мына жерді. Басқа кім алады дейсің, ё-моё. Давайте сәбіздерін екпейтейік мына жерге. Так, бізде огородқа егетін заттар жетеді. Шошқа асырасақ та болады біз даже. Бірақ та шошқа асырап не істейміз біз, ё-моё. Так, көзін құрт. Так, ендігі мәселе. Біз огородты кәдімгідей жетелдердікіндей қылып істейміз ба қалай? Кәдімгі жетелдердікіндей қылып. Әдем бола ма? Әдем болады. Негізі әдем болады, давай. Так, жеге жауып болдық. Біз жауамыз дегенше уже түн болды. Ё-моё, мен болсам әлі төсек самағам ғой. Бір қой дейді персонаж бар ма бұл жақта? Жеге. Қой деген персонаждарын жоқ па? Қой керек маған. Ё-моё, бір қойларын жоқ қой. Қалай ұйықтаймын мен? Ай, жақсы. Так, енді қазір мен бір су алып келейін. Так, жеге, міне бізде енді 5 конечный источник воды бар. Так, оларды біз бетіп қоямыз. Хоп. Хоп, деп мына аяқтарға қоямыз. И соңғы бір суды қоямыз. Хоп. Деп мына жерге қоямыз оны. Так, әдем болды. Жоқ, әлі әдем болған жоқ. Біз енді мынаны жауымыз керек. Дайте жауып тастайық. Ай, ё-моё, жеге қараңдар. Үшеу жетпей қалды. Байқұс ауылдың жетелдерін айырып атыр екен ғой мыналар, я. Ай. Так. Хоп. Ай, байқұс ауылдың жетелдерін айырып тастапты мыналар. Ауыздап атыр екен ғой кәдімгідей. Ё-моё, қалай тұрғанын қараңдаршы. Так, міне, осы үшеу жетті. Ё-моё, жеге қараңдар. Мен сәл АФК тұрып қалып едім. Крипер келет та, мына аяқты жарып тастайды ғой. Сенің досың сол, я? Сенің досың сол, ё-моё. Менің еңбектеніп атқан затымды крипер келет та жауып тастады. Ё-моё, ала жақсы жауып тастайық. Так, енді ойбай, крипер жарма деген ойлап қаласың ғой. Жағаласпаңдаршы зомбилар. Ё-моё, ровно жетті. Ана крипер жарып тастамағанда мен екеуі артылып қалатын еді. Так, бақшамыз енді әдем болды. Так, ендігі мәселе. Біз бетекші жеге 20 нет бар ма? Тоқташ. Шерсть жасайықшы өзіміз. Міне, наконец-то. Біздің жеге төсегіміз дайын. Бергеш бері, ұйықтайықшы. Так, жеге ұйықтап тұрдық. Енді біз... Так, значит, сәліпсік. Так, ендігі мәселе. Ой, мен неғып, ендігі мәселе деп кеттім. Так, жақсы. Ендігі мәселе ғой, енді біз мына жерді... Ой. Кім ұрды? Анау садақ ба? Ё-моё. Маған атып тұр ғой, ё-моё, тупой. Так, давайте битик. Ойбай. Тоқта, үстіп кете берек, егілгенше егілет. Так, осылайна бүкіл жеріне егіп шамыз. Так, әр қайсын әр неге еге береміз, в общем.
Так, мен қазір сәбіздерді көбінесе егін деп тұрмын. Сәбіздер деген керемет тамақ қой. Жоқ, тоқташы. Құр сәбіз деген жетпейді ол. Сәбіз деген вообще тамақ емес, қара. 2 қап толтырады. Даже бір. Так, мынау семена пшеницаны аламыз и барлығын егіп тастаймыз. Давайте барлығын егіп тастайық. Сосын картошканы де балқытуға болады. Балқытып деппін ғой, пісіруге болады. Пісіріп жесек, ол да әжептәуір қыпы береді бізге. Так, бітіп қалды ма? Жақсы алым. Мынаны жегенде ше. Так, болды, бұл да бітті. Так, енді мынаны істейміз. Давай. Екіп тастайық. Сәбіздер көбінесе сәбіздер егіліп кетті ау деймін. Қарандаш біздің огородты, Жаман көп егіліп кетті ғой. Так, бүгінгі бөлімде тек огородпен бітіреміз ау деймін. Так, давайте. Әрең жетті ғой мына жерге. Қарандаш, 1,5 стак әрең жетті мына жерге. Ана. Так, болды ғой. Әдем болды. Так, жеге. Біздің фермерлігіміз, біздің бақшалығымыз ұстап, бүгін осындай бір зат істедік. Міне, осындай бір ферма істеп тастаған болатынбыз. Так, жеге, мен сендерге көрсетуді ұмытып кеттім. Қараңдар, мен үйім қандай әдем болып тұрған, Қарсаңдаршы, не деген үй болып тұр мынау. Не деген үй мынау. Мен общем ана төбесін жауып тастаған болатын. Так, енді біз бүйтейік, сұмдық жасаймыз да қазір. И огородтың заттары болады мына жерде. Так, осындай заттарды салып қоямыз әйтеуір. Так, болды, барлығы керемет болды жеге. Так, жеге, мен енді 5-ші бөлімді осымен аяқтаймын. Ал сендер арнаға тіркеліп лайк жинапсаңдар, ал ендеше дайындар.